Саламатсыздар ма оқушылар, екінші тоқсанға арналған екінші ПЖБ тапсырмасының екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші есеп, өрнектің мәнін табыңыз, яғни оқушылар мұндағы x-тің орнына 1-ді, y-тің орнына 3-ті қойып есептейтін боламыз. Бөлімі 3 өзгермейді, x-тің орнына 1-ді қоямыз. Қосылған 6-дан 3, азайтылған 2. Ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі 6 болады. Мұнда 2 береміз. Мұнда 1. Мұнда 2-ның астына 1 бар деген сөз 6 береміз. Көбейтеміз. 2 қосу 3 азайтылған 12. Тең болады. Бөлім өзгермейді. 6 болады. 2-3-ті қосамыз 5 азайтылған 12 минус 7 болады. 7-ның ішінде 6-дан біреуі бар. 6-ның өзі жазылады, қалдық біреу болады. Оқушылар, келесі өрнекті ықшамдаңыз. Көбейтудің үлестерінді қасиетін пайдаланып, жақшаның сыртындағы санды жақшаның ішінде жеке-жеке көбейтеміз. Сонда 10 азайтылған 25 x болады, қосылған 20x қосу 8 болады, азайтылған x болады. Енді ұқсас мүшелері біріктіреміз. Минус 25, мұнда 1 бар деген сөз, минус 26 болады. Плюс 20, минус 26 мен плюс 20, минус 6x болады. Ал мұнда 10 мен 8 қосса 18 болады. 18 минус 6x болады. Оқушылар, келесі үшінші есепте алгебралық өрнекпен берілген тепе-теңдікті дәлелдеңіз. Яғни теңдіктің сол жағындағы өрнекті есептеген кезде нәтижесінде 4x қосылған 18 болатынын дәлелдеуіміз керек. Енді 3 2x қосылған 2 минус 2 x минус 6 тең деп алып жақшаны ашамыз. 3-ті көбейтеміз, 2x-ке 6x болады. Плюс 6 минус 2x плюс 12 болады. 6x пен минус 2x 4x болады. Плюс 6 плюс 12 қосылады 18 болады. Сонда мінеке оқушылар, 4x қосылған 18 тең болады 4x қосылған 18-ге. Мінеке екі жағы да тең екені дәлелденді. Келесі оқушылар, төртінші есеп, катер 4 сағат ағыспен, мінеке ағыспен 4 сағат жүреді, ағысқа қарсы 5 сағат жүреді. Меншікті жылдамдығын v деп аламыз да, өзен ағысының жылдамдығын x-ке тең деп аламыз. Бізге табу керек катердің ағыспен жүрген жолын. Жол табу үшін оқушылар, жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Мұндағы жылдамдыққа біз меншікті жылдамдық пен өзен ағысының жылдамдығын қосамыз. Және көбейтеміз уақытқа, яғни ағыспен 4 сағат жүреді. 4-ті көбейтеміз v-ға 4v болады, қосамыз 4x-ті. Енді b тапсырмасында катердің ағысқа қарсы жүрген жолын табу керек. Ағысқа қарсы жүрген кезде меншікті жылдамдықтан өзен ағысының жылдамдығы азайтылады және көбейтеміз 5-ке. Сонда 5v азайтылған 5x болады. Енді с тапсырмасында барлық жолды табу керек, яғни мына екі жолды қосамыз. S1, S2 деп алайық. Сонда оқушылар, 4v қосылған 4x-ке қосамыз 5v азайтылған 5x-ті. 4v мен 5v-ны қосамыз 9v болады. 4x пен минус 5x таңбалар әртүрлі азайтылады. Минус 1x болады. Бірді жазбаймыз, x-тің өзін жазып қоя саламыз. Енді d тапсырмасында ағыспен жүрген жолдың ағысқа қарсы жүрген жолға қарағанда қаншаға көп екенін
математикалық модель түрінде көрсетіңіз дейді. Енді оқушылар бір-біріне азайтамыз. Азайту амалы болғандықтан жақшаға аламыз. Сонда 4v қосылған 4x соге ашылады. Минус 5v плюс 5x болады. Тең, мұнда 4x пен 5x-ның таңбасы бірдей, 9x болады. 4v минус 5v v-ның өзі болады. Оқушылар, бұл талдаған БЖБ екінші нұсқасы. Егер қажет болса, каналымда бірінші, үшінші және төртінші нұсқалары бар. Каналға кіріп, қажетті нұсқаларында қарасаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.